Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін 5 минутта дайын болатын қамырдың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ыдысымызға 1 стакан суымызды қойып, аздап тұз салып, қайнатамыз. Қайнатқаннан кейін бірақ 1 стакан ұнымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде ұнымыздың барлығы қамырға айналуы қажет, сондықтан жақсылап тұрып осылай қайта-қайта араластырамыз. Бұл жерде ескеретін жайт, ұныңызды салғаннан кейін отыңызды бәсеңдету керек. Әйтпесе асты күйіп кетуі мүмкін. Мінекей дәл осылай қамырымыз болады. Енді осы суығаннан кейін қолымызбен қамырымызды иілеп, жақсылап тұрып, және кейіннен бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп болғаннан кейін барлығын дөңгелетіп шығамыз. Дөңгелетіп болғаннан кейін азғантай ұн салып, ұзынша етіп қамырымызды жайып аламыз. Мен арасына сосисканы саламын. Сіздер кез келген салманы салсаңыздар болады. Бұл жерде пюрені не болмаса фаршты қолдансаңыздар да болады. Дәл осылай мен орап шықтым. Енді барлық қамырымызды дәл осылай видеодағыдай орап шығамыз. Бұл қамыр қолға жабыспайды, өте ыңғайлы бұл қамырмен жұмыс істеу. Бұл қамырдың текстурасы дәл пластилин сияқты болып келеді. Мінекей барлығын түйіп шықтық. Енді қызып тұрған майымызға шетінен біртіндеп қуырып аламыз. Қызарғанға дейін қуыруымыз қажет. Сіздер де осы әдісті міндетті түрде дайындап көріңіздер. Мен бұл әдісті балаларыма сабақтың алдында тез дайын болатын пирог жасап беремін. Өте керемет дәмді болып шығады. Міне пирожкилеріміз дайын. Сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.